Таныс қойыңдар, бұл Боб. Ол болмаған биіктіктерді еңсере алды, бірақ оған жылжитын жол бар. Сондықтан бүгін Боб жердің ең биік нүктесіне барады, Эверест тауына. Оның биіктігі 8848 метрді құрайды. Бобқа керек болатындар термокиім, сөмке, таулық аяқ киім және мысықтар. Мен тауға міну мысықтарын меңдедім. Жарайды, бұл сенің таңдауың. Әдетте тауға көтерілу шамамен 2 айды алады. Бірақ Боб бұның бәрін бір күнде істейді. Шынымен, бұл үшін оған сағатына 368 метр көтерілуге тура келеді. Енді Боб, бастайық. $4500 метр биіктікте Бобта қар мен көзі көрмеу басталады. Ол өзінің көруінен 5 есе жаман көреді және мұздатылған альпинистің басқа таяқшасы жауап бермейді. Егер де Боб асықпаса, оған әріптес қосып береді. Өйткені бұл жердегі температура -50 градусқа барады. Дауылды желі есептегенде Боб бүкіл 100 градусты сезінеді. Бірақ төмен температура жалғыз мәселе емес. 6000 метрді еңсергеннен кейін биіктік ауруы басталады. Бобта тез демалу пайда болады. Сусыздану, сонымен ол ауыртуды сезінуді практикалық жүзде қояды. Міне, сен енді жоғарысындасың. Осындай серуендеудің соңына қарай адам шамамен өзінің салмағынан 15 килограмм арықтайды. Сондықтан Бобтың әдемі денесі сән көрмесінде осылай әдемілікпен көрінеді. Қазіргі жағдайда 7646 альпинист биіктікті еңсере алды және Боб солардың арасында. Шынымен солардың арасындағы 260 адам қайта оралмады. Бұл жерде өзіңді абайлырақ ұста, өйткені осындай биіктікте әрі ең төмен дыбыс қар көшкінін шақыра алады. Осы видеоны достарына көрсет және каналға тіркел және жаңа эксперименттерді өткізіп алма.